Ассалаумалейкум бауырлар. Мынау тыквенный семечки деп жақында видео шығардым ғой. Мынау туралы я. Мынау енді қабығын алып тастап, дайын таза түрі. Мынау чемішке, екеуінде де цинк көп. Біздің организмге өте цинк қажет деп айттым ғой сіздерге. Сол үшін мынау цинк көп тағамдардың бірі. Қолжетімді тағам бар. Енді басқа да қымбат жемістерде бар. Бірақ енді мынау қарапайым адамға қолжетімді тамақ, асқабақ деген мысалы Қазақстанда проблема емес. Өзіміздің отандық өнім дейікші, отандық өнім, отечественное производство дейді ғой. Сол үшін бұдан қорықпай, шошымай-ақ ақырын жеуге болады. Жеп жүруге болады. Любой адамға мен ойламаймын сондай бұның зияндығы бар деп. Балаларға да берсе болады. Балалар деген с удовольствием жейді мұнаны. Балалар деген ұйықтап жатқанда тістерін қышырлатып, өзі нервничать етіп, жаңа капризный болады дедім ғой. Ол ішінде оның құрт деген пайда болғанның белгісі. Сол құрттарды құртып отырмаса, ол көбейіп баланың вообще мазасын алып, ауруға алып келеді оны. Сол үшін міне мен сол кезде айтқам сіздерге, мынаны бұдан да күшті қып қалай жеуге болады деп. Оны былай өсіресіз да, міне, өскен түрі. Алдына бидайды қалай өсіріп нан жасағанын көрсеттім ғой. Сол сияқты бұны да суға салып қойып, сосын судан шығарып үстіне влажный сулы тряпкамен жауып қойсаңыз, 1-2 күнде өсті міне. Мінеки көріңіз бе, шетінен өсіп жатыр міне. Өсіп жатқандарын алыңыз да ақырын шағып, ішіндегі дәнін, мынандай дән шығады, сондай дәнін алып жеп отырыңыз. Міне қабығын аршыған кезде мынандай дәні болады міне. Көрдіңіз бе? Осындай дәнін жеп отырсаңыз өте дәмді. Мыналар бір қалыпта өспейді екен, сол үшін өскендерін ғана жеп отырып, қалғандары шетінен өсе береді. Күнде примерно шамамен өшегенде осындай бір уысын үлкен қасықпен 1-2 несін жесеңіз, сізге зиян болмайды. Зиян емес, бұның пайдасы көп болады. Мынау өскен кезде айттым ғой, өскен кезде бұлар деген 10 есе витаминдері көбейеді. Ішінде итак көп витаминді, ол 10 есе көбейеді. Түсінігін жаңағы бізге өте қажетті, жаңа денсаулығымызға қажетті цинк ең көп. Сол үшін осыны үнемі жеп тұру керек. Бір жақ қойып тастап кету емес, үнемі жеп тұрыңыздар. Өйткені егер организмізде цинк болмаса, біздің жаңағы сүйектерімізге олар деген біздің бүткіл корпусымызды ұстап тұруға қиын болады. Сол үшін бұны әрдайым пайдалан. Ассалаумалейкум бауырлар. Мынау тыквенный семечка, асқабақтың дәнін туралы тағы бір жалғастырып, тағы бір әдісін көрсетіп кетейін. Міне, мынаны былай кофемолкаға саласыз. Кәдімгідей салыңыз. Осылай. Бұның ішінде цинк бар дедім ғой. И мынау чемішке, көріңіз бе міне, чемішке, кәдімгі чемішке, қуырылмаған сырой шикі, да? Бұны да қосыңыз, өйткені бұның да ішінде цинк бар. Енді қазір осыны мен мынау кофемолкадан өткізем да, сосын арғарай көрсетемін. Міне кофемолкадан өткіздік. Мынау екеусіне, чемішке мен тыквенный семечка екеусін қосып. Соны мынау клегей, домашний клегейге болды. Осыған қосып, араластырып, майды, витаминный май жасаймыз. Осылай, енді мынау цинк туралы айттым ғой, цинк өте қажет бізге де, біздің организмге өте қажет. Бұның ішінде только цинк ғана емес, шемішкеде де бар, мынау тыквенный семешкеде екеуінде де бар. Бұда басқа да витаминдер көп. Жаңа айттым ғой, мына тыквенный семечке деген жаңа аденома простатыға өте пайдалы. Еркек кісілерге 1000-да 1 ем. Бұны деген үнемі жеп тұру керек. Енді мынау цинкті бұны бір 10 күн жеңізді, сосын демалыңыз. Өйткені цинк көбейіп кетсе, организмде мед деген мыс қой, мысты азайтады. Мыс азайғаннан кейін
ол жаңағы мынау нелер болады әлгі. Онда адамның ағзасында грыжалар пайда болады да, мейт аз болғанда. Сол үшін бұны біраз жеп, тоқтап, сосын қайтадан жеп, солай жеу керек бұны. А так, бұның пайдасы өте зор. Сол үшін неше түрлі тағамдар жасап, тамақтарға қосып, жегендеріңіз дұрыс. Міне мынаны қазір біз былай істейміз. Мынау деген көрдіңіз бе, қандай не болды? Май. Сар майға араластырса да болады. Сосын міне біздің әнегеннен бері айтып атқан пророщенный пшеницадан жасалған нан. Осы нанға былай жағып жесеңіздер керемет, балалар да керемет жейді. Өнеген бұған кішкене бал қоссаңыз болады. Енді бұның пайдасы мен талай айттым, бұл зор, өте зор тамақ, пайдасы өте көп. Осыны жеп жүрген адамдар ауруларда болмайды. Витамин барып тұрса, адамда ауру болмайды. Қалай болса солай. Ассалаумалейкум бауырлар. Алмадан 1-2 тілім, алмұрттан 1-2 тілім, үлкен қасықпен 1 қасық тыквенный семечка, асқабақтың дәні, сосын өсірілген пророщенный бидайдан 3-4 үлкен қасықпен болады. Мынадан чемішке, чайкы чемішкеден дәнінен 1 қасық, сосын 1 зубчик чеснок, 1 тілім лимон. Осыны мынаны осылай өсіріп, холодильникке қойып қойсаңыз, бұл деген тез өсіп кетпейді, ақырын бұны бір 2-3 жетіге дейін созып жеуге болады. Қатты өсіп батса, нан жасай салсаңыздар да болады, тастамайды. Бірақ күнде жуып тұру керек, жуып қайтадан салып қою керек. Өстіп дайындап алып, мынаны мен көрсеттім алдыңғы видеода қай жерде бар екен. Осылай дайындап қойып, осыны бір 10 күн 2-7-де ішіп жүріңіз. Денсаулығыңыз екен қалай өзінен өзі түзеліп, айбат болып қалғанын байқамай қалатын боласыз. Көп аурудан айырылатын боласыз. Бұны ішкенде ертеңете тұра сап су ішіңіз дедім ғой, 1-2 стақан су ішіп алғаннан кейін, бір 15-20 минуттан кейін осыны ішіп алыңыз да. Бүгін жарты сағат жүріп, жарты сағаттан кейін барып тамақ ішіңіз. Ерте тұрып, сонда сіздің денсаулығыңызға өте зор болады. Осылай бір уақыт ішіп жүріңіз де жетеді. Негізі мен өзім ертеңете кешке кейде түсте тамақтың алдында осылай ішіп алам. Өйткені витамин әрқашан артық болмайды. Витамин бар жерде ауру болмайды, бауырлар. Қазір сүт жасап көрсетемін. Осының бәрін блендерге салып, үстіне жылы су құямыз. Енді осындай кружкамен сосын блендерден өткіземіз. Бұны неше түрлі комбинация жасаңыз болады. Жемістің орнына банана, басқа бірдеңке өздеріңіз ұнаған нәрселеріңізді осындай шикідей, бұны шик тамақ, сыроедение дейді. Бұл өте пайдалы нәрсе. Қазір сүтті көрсетемін. Сүтіміз дайын болды, иншалла. Осылай күнде ішіп жүрсеңіз, әдет қылып алсаңыз, толы витаминға өте пайдалы нәрсе. Неше түрлі пайдалы нәрселер көп бұнда. Сіздің энергияңыз көп болады, күшіңіз. Еркектерге вообще күшті болады, шаршамайтын болады, спортсмендерге вообще табылмайтын нәрсе мынау. Өнеге мынау бала емізіп жүрген кісілерге балаларыңызға сүтіңіз өте қою, айбат, дәмді, витаминді болады. Балаңыз жақсы өсетін болады, Алла қаласа. Бауырлар, осыны әдет қылып алыңыздар. Денсаулықтарыңыз деген өзінен өзі қалай түзеліп, керемет болып жүргендеріңізді байқайсыздар, жастарыңыз ұзақ болады. Бұл деген жаңағы жастықтың коктейлі деп айтса болады, қартаймайтын боласыздар.